Бесінші диалог. Автор. Бауке, ауруханадан шықтыңыз. Абайдың туғанына 125 жыл толған тойына да барып қайттыңыз. Бәрі құтты болсын. Енді баяғы әңгімемізді әрі қарай жалғастырсақ қайтеді? Бауыржан. Жалғастырайық. Автор. Ақиқат пен аңыз жас Бауыржан жайында маған көптеген хаттар түсіп жатыр. Бауыржан. Оған байланысты маған да хаттар келді. Автор. Көптеген оқушылар маған бұл екі шығармадан Бауыржанның балалық, жастық шағының бірсыпыра кезеңдерін білдік. Енді сен бізге осы әдіспен Баукеңнің барлық өмірінен мәлімет бер. Оның соғыс кезіндегі ерліктерін айтпасаң да болады. Ол Бек пен Момышұлының кітаптарында айтылды. Біз сенен бұл шығарманың жалғасын күтеміз деп жазады. Бауыржан. Ол сенің шаруаң. Автор. Ендеше мен сізге тағы да бірнеше сұрақтар қоямын. Бауыржан. Қойғын. Автор. Сіз Қиыр Шығысқа 36-шы жылы бардыңыз ғой. Ал одан қашан қайттыңыз? Бауыржан. 40-шы жылдың басында бір күні маған Москвадан бұйрық келді. Ол бұйрықта менің әскери атағым өсіп, аға лейтенант болғаным және полк штабы бастығының бірінші көмекшісі болып жоғарылағаным айтылған. Орысша ПНШ-1 дейді. Әрине, ол үлкен қызмет. Ол қызметті алу үшін менің Киев әскери округінің қарамағына баруым керек екен. Құп деп қолымды шекеме көтердім де, жүгіріп үйге келдім. Ал Жамал жинал, көшеміз дедім. Автор. Жамал кім еді? Бауыржан. Әйелім. Автор. Қашан үйленіп едіңіз? Бауыржан. 38-ші жылы елге демалысқа келгенде үйленіп, екеуміз қол ұстасып Қиыр Шығысқа барғанбыз. Автор. Қалай үйленгеніңізді толығырақ айтыңызшы, Бауке? Бауыржан. Айтпаймын. Сен мен туралы роман жазбайсың. Ендеше сенен менің неше рет үйленгенімді, кіммен жүргенімді ешкім де сұрамайды. Понятно тебе? Автор. Ал Киевке келдіңіз? Бауыржан. Шолпан деген кішкентай қызымызды ортамызға алып, Жамал екеуміз плацкарт вагонға отырдық та Киевке келдік. Округ командашысы Жуков, оперативтік бөлімнің бастығы полковник Баграмян деген кісілер екен. Мені Жуков қабылдамады. Полковник Баграмян қатал кісі еді. Жолдама қағазыма қарады да, жолдас аға лейтенант, сіз Житомир қаласындағы 406-шы полк штаб бастығының бірінші көмекшісі боп тағайындаласыз деді. Ол қандай полк дедім мен. Жаяу әскер полкі, деді Баграмян. Мен артиллеристпін ғой. Сөзді көбейтпеңіз, біз қайда жіберсек сонда барасыз, деді Баграмян. Бұл Иван Христофорович Баграмянды ең алғаш рет көруім еді. Жолдаманы алдым. Балам мен әйелім вокзалда күтіп отырған. Алғашында біз осы Киевтің өзінде тұрамыз деп ойлап келгенбіз. Вокзалдан қолма-қол билет алып, Житомирге тарттық. Келсек, қонақ үйде орын жоқ. Әскери комендант уақытша менің семьямды өзінің кабинетіне орналастырды. Содан кейін мен өзім қызмет істейтін дивизияға келдім. Дивизия командирі генерал-майор Сущи дейтін кісі екен. Штаб бастығы полковник Рогачевский деген адам. Отырыңыз, деді генерал. Мен жай жапсарымды айтып болғаннан кейін. Отырдым. Генерал документімді байыппен қарап жатыр. Артиллеристсіз бе? Иә. Онда сізді арт полкке жібермей, неге жаяу әскер полкіне жіберген? Білмеймін. Сіздің 406-шы полктың командирі полковник Круглов, штаб бастығы капитан Шурдук деген кісілер, деді генерал. Сіз олардың қарамағына барасыз. Житомирден 7 километр жердегі бір кішкентай ғана қалашыққа бардық. Мен, Жамал, кішкентай Шолпан үшеумізге кішкентай пәтер берілді. Іске кірістім. Полковник Круглов шынында да сауатты кісі екен. 3 айдай менің ісімді сырттай бақылап жүрді де, әбден ұнатып алды. Содан кейін маған барлық жұмыс жайын жалықпастан өзі үйрететін болды. Барлық бұйрық, іс қағаздары менің мойнымда. Шурдук сауаты аз болғанымен адамгершілігі мол кісі еді.
Ол бәлсініп жатпайды. Мен даярлап әкелген қағаздарға қол қоя береді. Штаб ісін меңгерткеннен кейін полковник Круглов маған әскери оқуларды талдау жайын көп үйретіп ұқтырды. Оқу жорық кезінде мені қасынан тастамайтын. Өзі машинаның алдына жайғасады. Мен артына отырамын. Полковник ылғи бір нәрсені ойлап келе жатады. Оның ойын бұзбайын деп шофері машинаны жайлап жүргізеді. Круглов бас салып шоферына ұрсады. Сен немене, сүт әкеле жатырсың ба? Айда жылдам дейді. Круглов менің ең жақсы әскери ұстаздарымның бірі болды. Ол кісі біреумен сөйлескенде ылғи өз орнын бос қойып, басқа жерде отырып сөйлесуші еді. Солдаттардың қамын өз балаларының қамындай ойлайтын. Қарамағындағы бағыныштыларына әділ болатын. Әр командирдің кемшілігін біліп, сол кемшіліктерін үнемі есепке алып отыратын. Бірақ ешкімге сен анадайсың, сен мынадайсың демейтін. Кругловтың маған берген үлгісі осындай еді. Бұл жолы да Бауыржан екеуміз ең алғаш әңгімелесетін бөлмеде болдық. Баукең сондағысындай төсек үстінде отырды. Әңгімесін аяқтап, ол маған мойын бұрды. Саған мен айтқан әңгімелерімнің бәрін документпен растап отыруым керек пе? Мен басымды изедім. Баукең басын есік жаққа бұрып, дауыстап әйелін шақырды. Кухня жақтан Кәмәш келіп кірді. Анау документ салған папканы алып келші деп Бауыржан әйеліне менің сырт жағымдағы кабинеттің есігін нұсқады. Кәмәш әкеп қолына ұстатқан папкадан Баукең бір қағазды алып, менің қолыма берді. Онда мынадай сөздер жазылған. Куәлік. Бұл куәлік аға лейтенант Бауыржан Момышұлына берілді. Куәлік иесі жұмысшы шаруа Қызыл армиясының 406 атқыштар полкінде штаб бастығының көмекшісі боп қызмет етеді. Куәлік иесінің қолы Бауыржан Момышұлы деп латын әріптерімен қол қойылған. Мерзімі 1940 жылдың 1 декабріне дейін. 406 атқыштар полк штабының бастығы капитан Шурдук. 10.05.1940 жыл. Шурдуктың осы куәлігімен 40 жылдың аяғында мен семьямды алып бір жол Алматыға қайттым деп Баукең сөзін жалғады. 41 жылдың январынан бастап Ұлы Отан соғысы басталғанға дейін республика әскери комиссариатында аға нұсқаушы болдым. Соғыс басталғаннан кейін осында жасақталған 316 атқыштар дивизиясына батальон командирі болып алындым. 41 жылдың 26 ноябріне дейін осы қызметті атқардым. Ол оқиғалардың бәрі де Волоколам тас жолы мен Москва үшін шайқас кітаптарында айтылған. Бауыржан, бұл арада мен саған ол екі кітаптың мазмұнын екі-ақ ауыз сөзбен айтып берейін. 1941 жылдың октябрінде фашистер өзінің барлық адам күшінің 42, танктерінің 75, артиллериясының 45, самолеттерінің 31%-ін Москваны алуға жұмсады. Москваға келер жолды бекітіп, біздің 3 майданымыз, Батыс майданы, командашысы генерал-полковник Конев, резерв майданы, командашысы Совет одағының маршалы Буденный және Брянск майданы командашысы генерал-лейтенант Еременко тұрды. Батыс майданына қарайтын Волоколамск бағытына 16-шы армия командашысы генерал-лейтенант Рокоссовский, соғыс советінің мүшесі Лобачев, штаб бастығы Малинин жіберілді. Кейіннен 8-ші гвардиялық дивизия атағын алған біздің 316-шы атқыштар дивизиясы осы армияның құрамына кіріп, Волоколамск қаласы мен Москваға кіретін күре тамыр Волоколамск тас жолын қорғады. 14-16 октябрьде дивизия шақырылмаған қонақтармен алғаш рет танысып, содан кейін оларды сыйлауға кірісті. Бірақ көп қонақты күту оңайға түскен жоқ. Біздің дивизия дұшпанның 3 дивизиясына, 1 танк дивизиясы мен 2 жаяу әскер дивизиясына қызмет етті. Қару-жарақ, адам күші жағынан олар басым болғанымен, біздің оларды уақыттан ұтуымыз қажет еді.
Осы уақытты ұту мақсатымен біз кейін қарай жылжи сырғи отырып 28 күн соғыстық. Сол 28 күнде біздің дивизия 25 километр ғана кейін шегініпті. Сөйтіп немістердің Москваға жасалған 7-31 октябрь арасындағы бірінші үлкен шабуылы күйретілді. Біз бұған майданда жүрген барлық солдаттар мен командирлер қатынымыз ұл тапқандай қуандық қарағым. Сөз арасында айта кетейін. Москва түбіндегі осы жанталас сәттер тұсында жау қоршауын қайта-қайта жарып шығып, дивизияға келіп қосылып жүрген күндердің бірінде үйден, Алматыдан хат алдым. Әйелім Жамал екінші баламызға 2 қабат қалып еді. Айы күні жақын болатын. 3 октябрьде босанып, ұл тауыпты. Атын Бақытжан қойыпты. Ұл тапсаң солай қойғын дегенмін. 1 айлық Бақытжанға мен дереу хат жаздым. Сен біздің жеңісіміздің басы боп тудың. Біз жанталасқан жауды Москваға жібермедік. Сені Жеңісхан деп атауға болар еді. Бірақ атыңды мамаң қойыпты. Бақытжан-ақ бола бер. Енді мен әрбір ұрыста саған сыйынатын боламын, Жеңісханым. Шолпан мен шешеңе 1000 сәлем дедім. Ол кезде Шолпаным 3 жасар еді. Кейінірек қайтыс боп кетті байғұс бала. Бұл оқиғаларда жоғарыда аталған кітапта айтылған жоқ. Содан кейін немістер еш жиып, ноябрьдің 1 жартысында 2-ші үлкен шабуылға әзірленді. Атап айтқанда, 1941 жылы 13 ноябрьде Гитлер Орша қаласында оңтүстік, орталық, солтүстік армиялар топтары мен 6 жаяу әскер, 1 танк армиясы штабтары бастықтарының мәжілісін өткізді. Онда фюрер өз әскерінің әлі күнге дейін Москваны ала алмағанына күйініп, кіжіне сөз сөйледі. Сөзінің соңында ол, Москваның қазіргі тұрған орны Шалқар теңіздің түбі болады. Оның тулаған толқындарының үні міне менің құлағыма келіп тұр. Осылайша, орыс астанасы мәдениетті дүниенің көзінен мүлдем жоғалады. Оған тоттың өзі-ақ жәрдемдеседі. Бірақ алдымен бұл қаланы талқандау керек. Бұл істі сіздер істейсіздер. Орыс әскерінен Астана халқынан ешбір жанға сауға берілмесін. Бәрі тегіс су түбінде шіруге тиіс деп бұйырды. Сөйтіп, соғыстың 147-ші күні, яғни 15 ноябрьде жау Москваға 2-ші рет ең зор шабуылын бастады. Жаудың 51 дивизиясы қара құрттай қаптап Москваға лап қойды. Оның 13-ші танк дивизиясы да, 7-еуі моторлы дивизия еді. Табандарынан қар борап, стволдарынан оқ пен снаряд бұршақтай жауған бұл темір дивизиялар соңынан найзаларын алға қарай кезеген 31 жаяу әскер дивизиясы және өңмеңдей ұмтылды. Гитлер 1940 жылдың көктемінде барша Францияны жаулап алуға 10-11 танк дивизиясын аттандырғанда, техниканың адам айтқысыз көп шоғырландырылуынан шошып, бүкіл дүние жүзі ішін тартқан еді. Енді ол жалғыз Москваға қарсы мұншама тажал жөнелткенін естігенде, ақыл есті адамзаттың жаны түршікті. Алғашында біздің танк, артиллериямыз аз болды. Ноябрьде ғана ПТР шықты. 16-шы армияға жіберілген 40 ПТР-дің 30-ы біздің дивизияға берілді. Одан кейінгі негізгі қару гранат пен КС бутылкалары болды. 16-17 ноябрьде басталып, декабрьдің басында тоқталған 2-ші шабуылды осымен той тарды ғой солдаттар. Баукең әңгімесінің осы жерінде үзіліс жасап, темекі тартуға кірісті. Мен ішімнен сол кезде 16-шы армияның командашысы, кейіннен өзімнің майдан командашым болған Рокоссовскийдің мына бір сөздерін есіме түсіріп өттім. Сол жақ қанатта Волоколамскіні батыс пен оңтүстік батыстан Руза өзеніне дейін қорғап, майдан резервінен келген 316-шы атқыштар дивизиясы тұрды. Оның командирі генерал Панфилов та, комиссары Егоров болатын.
Саны жағынан да, жабдықталуы жағынан да мұндай 4 құбыласы түгел сай дивизияны біз көптен көрмеген едік. Командирлері шетінен сақадай сай екен, ал саяси қызметкерлері Қазақ СССР-ның партия совет активінен іріктеліп алыныпты. Дивизияны жасақтау ісіне Қазақстан Компартиясының орталық комитеті аса зор көмек көрсетіпті. Волоколамск үшін болған ұрыстарда Панфилов дивизиясы өзін мәңгілік өшпес даңққа бөледі. Армияда оны Панфилов дивизиясы деп атаушы еді. 316 дивизия солдаттары да біз Панфиловшылармыз дейтін. Қалың жауынгерлердің осындай сүйіспеншілігі мен сеніміне ие болған генерал, ең бақытты генерал. Осы арада маршал Жуковтың Волоколамск бағытында болған әскерлерге жіберген әйгілі бағасы және есіме түсті. Жаудың 5-ші армиялық корпусы, одан соң тағы 2 моторлы корпусы шабуыл жасаған Волоколамск бағытында ОР бөлімшелері табандық қорғаныс ұрыстарын жүргізді. Бұл жерде жаңадан құрылған 16-шы армияның бөлімдері дұшпанға қиян-кескі қарсылық көрсетті. Генерал-майор Панфилов басқарған кейіннен 8-ші гвардиялық атағы берілген атқыштар дивизиясы ерекше көзге түсті деген еді ол. Москваға 2-ші шабуылы кезінде деп Бауыржан темекісін тұтатып алып, әңгімесін жалғады. Фашистер Жуковтың сөзімен айтқанда, Истра бағытына 2 танк дивизиясы мен 2 жаяу әскер дивизиясын айдап салды. Дұшпан біздің 150 жеңіл танкімізге қарсы 400 орташа танкін жіберді. Қиян-кескі ұрыстар болды. Әсіресе біздің атқыштық дивизияларымыз, атап айтқанда генерал Панфиловтың 316-шы, полковник Белобородовтың 78-ші және генерал Чернышевтың 18-ші дивизиялары, 23, 27, 28-ші дербес танк бригадалары және генерал-майор Даватордың атты әскер тобы ерекше табандылықпен күресті. Бұл Сталиннің Жуковқа телефон соғып, «Сіз Москваны қорғап қалатындығыңызға сенесіз бе? Мен мұны қатты қинала сұрап тұрмын. Сіз коммунист ретінде адалын айтыңыз» деп сұрайтын кезау деп ойладым ішімнен. 27-28 ноябрьде біздің әскерлер Ленинград тас жолының бойынан немістерге қарсы ірі қарсы шабуылдар бастады, деді Баукең де әлденені есіне түсіргендей ойлана отырып. Сөйтіп, 4-5 декабрьде Москва түбінде қорғаныс ұрыстары тоқтап, енді біздің әскерлердің шабуыл ұрыстары басталды. Москваға 25 километр қалған жау 100-250 километр жерге дейін шегіндіріліп тасталды. Сонымен Москва түбінде немістердің 11 танк дивизиясы, 4 моторлы және 23 жаяу әскер дивизиясы талқандалды. Немістер Москва түбінде 300 мың адамынан айырылды. 18 ноябрьде біздің дивизиямыздың командирі генерал Панфилов опат болды. Оның орнына келген командирлердің бірі бұйрықты орындай алмадың деп, 1073-ші полктың командирі майор Елинді орнынан алып тастады да, мені командир етіп тағайындады. Бірнеше күннен кейін ол Елинді қайтадан орнына қойып, мені Мәліктердің 1075-ші полкіне командирдің орынбасары етіп жіберді. Осы арада біздің әңгімеміз үзіліп қалды. Өйткені сыртқы есік шылдырап, ішке бір топ адам кіріп келді. Олар Жамбыл облысының азаматтары екен. Баукеңнің Жамбылда өткізілетін 60 жасқа толу тойына байланысты келіпті. Мен қағазымды жинап кетуге ыңғайландым. Қарағым, қалғанын кейін әңгімелесерміз, деді Бауыржан маған. Мен Жамбылға барып, осы тойды өткізіп келейін. Содан соң екеуміз тағы да жолығысамыз ғой. Бауыржандыкінен шығып, үйге қайтып келе жатып, мен Совет одағының батыры Мәлік Ғабдуллиннен естіген әңгімелерімді есіме түсірдім. Менің өтінішім бойынша Мәкең Момышұлын ең алғаш қалай көргенін, артынан онымен қалай істес болғанын ұзақ жыр етіп баяндап берген еді. Теренкүрде жүріп, Мәкең айтқан әңгімелер мынадай болатын.
1941 жылдың 15 декабрінде біздің дивизия шеп құрып жатқан Истра өзенінің бойынан кейін шегіндіріліп, демалысқа шығарылды деп бастаған еді әңгімесін Мәлік. Біздің полк Москвадан 40 шақырымдай жердегі Пахабино станциясының түбіндегі 2-3 селоға жайғасты. Адамдарды жаңа жайғастырып бола берген кезімізде дивизия штабынан бұйрық келді. Онда полктегі ұлты орыс емес командирлер мен саяси қызметкерлер бүгін 16 декабрде сағат 18:00-де тегіс дивизия штабына келсін делініпті. Рота батальондардан бәрімізді жинаттырып жатыр. Оу, не боп қалды? Неге шақыртып жатыр? Ешкім білмейді. Полк комиссары Ахметжан Мұхамедияров бәрімізді тізім бойынша түгендеп, дивизия штабына алып жүрді. Жолда Мұхамедияровтан сұраймыз. Жолдас комиссар, айтсаңызшы, бізді неге шақырып жатыр дейміз. Білмеймін деп комиссар басын шайқайды. Расында да білмейді екен. Сөйтіп, біздің полктен комиссарымыз Мұхамедияровтан бастап, Балтабек Жетпісбаев, Ербатыр Ермеков, Тайыр Сатаев, мен бар, тағы басқа толып жатқан адам кешке шыны қарды шықыр-шықыр таптап, Дарно деревнясындағы дивизия штабына келдік. Келсек, шақырылған жалғыз біз ғана емес, басқа полктерден де жиналғандар көп екен. Штабтағы кезекші офицер түнеп шығу үшін бізді үйге бөлді де, дивизия комиссары сіздерді ертең таңертең сағат 10-да қабылдайды деді. Жарайды. Балтабек екеуміз аяңдап өзімізге көрсеткен үйге қарай келдік. Кірсек, үй толы қаптаған қарагөз командирлер екен. Ішке кіргеннен кейін алпамсадай боп есік алдына тұра қалды да, «О, көздеріңнен айналайын, аман сау барсыңдар ма бауырларым» деп Балтабек тебірене сәлем берді. Отырғандардың бір сыпырасы Балтабекті біледі екен. «Уа, батальонный Балтабек келді. Жоғары шығыңдар» десіп орындарынан ұшып-ұшып тұрды. Тек үстіне ақ тонды желбегей жамылып төрде тұрған қайратты қара шашы танкке тосқауылға қаққан айқыш-ұйқыш рельстей тікірейген, екі көзі оттай жайнаған, жағына пышақ жанығандай ұзын бойлы, арық қара командир ғана орнынан тұрмады. Балтабек сәлем бергенде оның бетіне жалт ете қарап, өн бойын тез шолып өтті де қозғалмастан отыра берді. Басқалар Балтабекке емірене үн қатып жатқанда, оның беті бүлк еткен жоқ. Қазіргі академия алдындағы Шохан Уалихановтың тас мүсініндей боп үнсіз қалды. Оның қасында отырған адам маған таныс боп шықты. Ол да мені танып, орнынан тұрды. «О, Мәлікпісің» деп мені құшақтап, бауырына қысты. Ол Мұхамедқұл Ислямқұлов еді. Мұхамедқұл бұрын социалистік Қазақстанда бөлім меңгерушісі боп қызмет істеген. Мен онымен сонда аз күн секретариаттың әдеби қызметкері болған күнімнен біліседім. Екеуміз хал жай аман саулық сұрастық. Біз ғана емес, жұрттың бәрі шұрқырасып жатыр. Өйтпей де қайтсын. Кеше эшелон болып жер қайыстырып, Алматыдан келген таныс азаматтардың бүгінде қатары қатты сейреп қалған. Біреуден біреу дос туыстарын, жолдас шораларын сұрап, кімнің қалай қаза болғанын білісіп жатыр. «Мәлік, сен Баукеңді білуші ме едің?» деп Мұхамедқұл менің жүзімді төрдегі тікірейген шашты қазаққа қарай бұрды. Оның суық түсіне қайтадан көзім түскенде, бұрын көрмеген кісім болса да, білмеймін деп айталмадым. Бөгеліп қалдым. Сонан қарған Мұхамедқұл тез таныстыра бастады. Баукең бұрын біздің 1-ші батальонның командирі еді. 1073-ші полктың командирі боп тағайындалғанына жарты айдай ғана болды. Жүр, сәлем бер ағаңа. Керосин шамның қара көлеңке жарығында иығына тон жамылып отырған командирдің әскери лауазымын аңғаралмадым. Оның үстіне Мұхамедқұл ағаңа сәлем бер деген соң, онымен ілесе қасына таман келдім. «Ассалаумағалейкум» деп қолымды соза бастадым. Тік шаш командир маған тікірейе бір қарап, орнынан тұрды да қолым берді. Бауыржан Момышұлы.
Оның маған қолын берердегі тікірейе қарағаны өңменімнен өтіп кетті. Менің ассалаумағалейкум деп сәлем бергенімді ол, сен немене, әкеңнің ауылында жүрмісің, әлде мені қазақтың батагөй шалы деп тұрмысың деп жақтырмады-ау деп ойладым да, бекер ассалаумағалейкум деген екенмін деп өкіндім. Өстіп қысылған мен оған өз жөнімді де айта алмай қалдым. Менің осы қатемді түзеткісі келгендей Мұхаметқұл, бұл Мәлік деген бауырыңыз Бауке деді. Бауыржан ләм деместен отыра берді. Маған бұрылып та қараған жоқ. Мұхаметқұлға бас та изеген жоқ. Ақшамда жамыраған қозыдай шуласып, табысқан қазақ командирлері бір сыпыра шуылдасып, шүйіркелесіп отырысты да, шай ішіскеннен кейін жатуға ыңғайланды. 2 айдан бері бел шешпестен сан өліп, сан тіріліп, әбден шаршап жүрген жігіттер жантайысымен-ақ қор ете қалысты. Бұрын бәріміз бір қалада тұрып, бір дивизияның құрамына кіріп, жаумен соғысуға бірге келсек те, бәріміз бір күн, бір сағатта дұшпанмен айқасқа түсіп, 60 күн бойына талай қасіретті көріп, қатар жүрсек те, осы жатқан командирлер мен саяси жетекшілер көбіміз бір-бірімізді білмейтінбіз. 1075 полктегі капитан Лысенконың батальоны сияқты 1073 полкте аға лейтенант Бауыржан Момышұлының батальоны да генерал Панфиловтың резерві болғанын, Момышұлы батальонның 22-25 октябрьде жаумен қоршауда соғысқанын, тас мүсіндей боп жаралған, тікірейген шашты аға лейтенанттың темірдей басшылығымен ол батальонның қоршауды бұзып, қайтадан дивизияға қосылғанын, одан кейін сол батальонның 16-20 ноябрьде Горюны деревнясының түбінде тағы да қоршауда болып жауды күйреткенін, тағы да өз дивизиясымен ерлікпен келіп қауышқанын мен білмейтін едім. Сол сияқты октябрьдің 18-21 күндері менің ротамның да Осташева түбінде қоршауда болып, ротадан тірі қалған 24 адамға орман ішінде босып жүрген 119 жауынгерді қосып дивизияға әкелгенімді. Одан кейін 16-17 ноябрьде автоматшылар ротасы деп аталған 13 автоматшымен Ширяева деревнясы үшін болған ұрыстарда біздің жаудың 2 танкін, 150-дей солдатын жойған азын-аулақ еңбегімізден Бауыржан да бейхабар болатын. Бір кеште Бауыржан Момышұлы деген 2 ақ сөз аузынан шыққан тас түйін боп алған мынау қайрақтай қазақ бұрын кім болды екен деп ойлап жатып, мен де ұйқыға кеттім. Баукеңмен бірінші кездескендегі сол кескіні, сол 2 сөзі өмір бойы менің ойымда қалды. Ертеңінде, таңертең бәріміз дивизия комиссары Сергей Александрович Егоров жайғасқан үйге жиналдық. Комиссардың үйі шақырылған адамдарға аузы мұрнынан шыға лық толды. Сыймаған адамдар есікті ашып қойып, сырттан тыңдап тұрды. Өйткені 100-ден аса адам шағын колхоздың кішкентай кеңсесіне қайдан сыйсын. Жұрт жайғасқандай болып дабыр басылғаннан кейін дивизия комиссары сөзге кірісті. Алдымен ол дивизияның 2 айлық жауынгерлік жолына шолу жасады. Таяу күндерде дивизия қатарын толықтыру үшін жаңа күш келіп қосыла бастайтынын айтты. Бірақ мен сіздерді мұны айтуға шақырғамын жоқ. Мен сіздерге басқа нәрсе айтқалы тұрмын. Ол мынау. Комиссар бөгеліп, неге екені белгісіз біздің бетімізге байыппен қарап шықты. Ол не болды екен деп біз де ынтыға түстік. Ол мынадай мәселе деді комиссар. Әлден уақытта сөзін қайтадан салбақтап. Комиссардың біз үшін аса маңызды, әлде бір ауыр жайды тіке айта алмай, бөгелектеп тұрғаны аңғарылды. Осы қазір сіздермен біз аса ауыр ұрыстарды басымыздан кешіріп, демалысқа шыққан сәтімізде, сонау Алматыда жаңадан тағы бір ұлттық құрама жасақталып жатқан көрінеді. Ол құрама дивизия ма, бригада ма анығын білмеймін. Ол біздің 100-ші бригада ғой, мәке, дедім мен. Декабрьдің 5 күні әскерге алынып, кең байтақ Қазақстанның 4 бұрышынан түгел эшелон болып Алматыға құйылғанбыз. Жаңа жасақталып жатқан 100-ші бригадаға келгенбіз.
Иә, сол екен. Оны артынан білдік қой. Ал Егоровтан естіген сәтте білгеніміз жоқ. Міне, сол құрамаға осы отырған сіздерді тегіс жіберу туралы бұйрық келді, деді Егоров, даусын бәсеңдетіп. Сіздерге елге барып, сол құраманың жауынгерлерін үйретіп, содан кейін соғысқа бастап келу міндеті жүктелетін көрінеді. Міне, мен сіздерге осыны айтуға шақырдым. Кәне, бұған сіздер қалай қарайсыздар? Мұны естігенде алғашында бәріміз бірдей үнсіз қалдық. Одан кейін барып әркімдердің өзара күбірі білінді. Сырт жақтағылардың «Өй, не дейді?» деген сұрағы, оған әлдегімнің «Ой, елге қайтатын болыппыз» деп көтеріңкі үнмен айтқан жауабы естіліп жатты. Өз басым комиссардың бұл сұрағына не деп жауап берерімді білмедім. Мынадай қиян-кескі ұрыстан кейін кімнің елге барғысы келмейді. Осы отырғандардың көбінің үйі Алматыда. Онда бұлардың әйелдері, бала-шағалары, әке-шешелері бар. Алматыға барсақ, қайта айналып соғысқа келгенше бірсыпыра уақытты туған туысқандарымыздың қасында өткіземіз. Егер шын солай деген бұйрық болса, баратын шығармыз, бармағанда қайтеміз. Біз солдатпыз ғой. Солдат бұйрыққа бағынады. Мінекей, менің ойым осыған тірелді. Бірақ көпке дейін жұрт сыбыр-күбірден артыққа бармады. Ешкім дыбыс шығарып комиссардың сұрағына тікелей жауап бермеді. Тек әр бұрыштан жымыңдаған ерін мен күлімдеген көздер ғана бұл бұйрықты іштей қуана құптағандарын танытты. Сол кезде «Маған рұқсат етіңіз, жолдас комиссар» деген өзгеше бір өктем үн саңқ ете қалды. Неге екенін білмеймін, мен селк ете түстім. Өйткені мен мұндай бірден жүректі дір еткізіп, солқ еткізіп миға шабатын, мойын бұрғызбайтын күшті, әсерлі, сонымен бірге бұлқынтып бұлдартпайтын құдіретті үнді бұрын ешқашанда естімеген едім. Әлде бір қауіп төнгенде тек қиядағы қыран ғана осылай шаңқ ете түсетін болар деп ойладым да, тез басымды көтеріп алдым. Қарасам, кешегі тас мүсін аға лейтенант екі көзін Егоровқа найзадай шаншып, тіп-тік боп түрегеп тұр екен. Қайратты қара шашы сояу-сояу болып тікірейіп кетіпті. Бір көзім түскенде жау танкі келетін жолға айқыш-ұйқыш етіп шанышқан шойын рельстер біртіндеп биіктеп, қалың қара орманға айналып кеткен сияқты боп көрінді. Бұл не айтар екен деп ойлап, енді оның сөзіне құлағымды тостым. «Мен солдатпын», деп бастады момышұлы сөзін, комиссар бас изеп сөйлеуіне рұқсат еткеннен кейін. «Мен бұйрыққа бағынамын. Егер бізді жаңадан жасақталып жатқан басқа дивизияға жіберу жайындағы бұйрыққа қол қойылған болса, онда мен осы қазір Алматыға қарап тарта беремін». Осы кезде жұрт оның сөзін қостағандай боп гуілдесіп кетті. «Апырай, мына тас қайрақ қазақ менің көкейімдегі сөзді қалай дәл тауып айтты» деп ойлап, мен де бас изедім. Бірақ Бауыржан сөзін бөлгенді ұнатпағандай қабағын қатты шытып тоқтап қалды. Онан қарған жұрт та тынышталды. Аға лейтенант алғашқы әуенімен жайлап айтып, сөзін қайтадан жалғастырды. «Алматыда менің әйелім мен балам бар. Онда барсам мен бір күнде болса солардың қасында боламын. Мынадай қырғын соғыстан кейін осындай мүмкіншілік тұрғанда кімнің елге барғысы келмейді». Осылай деп ол отырған жұртты қатулы қабақпен бір шолып өтіп, отты көзін қайтадан комиссарға бұрды. «Апырай, мынаның көріпкелі бар ма? Қалай адамның ішіндегін дәл табады» деген ой тағы келді менің басыма. Осыны ойлап үлгергенімше, Алатаудың ағиығы қайтадан шаңқ етіп, шыңғызды жаңғырықтатып жібергендей болды. «Жоқ, жолдас комиссар, менің кеудемде адамдық тілек, әкелік мейірден басқа жауынгерлік, ар мен намыс бар. Ол осы отырған бәрімізге ортақ намыс. Кәне айтыңыздаршы, осы отырғандардың ішінде жараланбаған жан бар ма?» «Жоқ қой. Ендеше бұл дивизияның жүрген жолында көлкіп біздің қып-қызыл қанымыз қалды. Дивизияның гвардия атағын алуына бәріміздің де еңбегіміз сіңді. Олай болса осында қалуға біздің хақымыз бар. Осы дивизия құрған жерде біздің де біріміз қалмай құрып бітуіміз керек. Ал дивизия құруға тиіс емес, құрмайды.
Ендеше ақырғы қаны бойында жүрген азаматтар осы дивизияның құрамында болып жеңіске жетуге міндетті. Аға лейтенанттың нақ етіп айтқан жігерлі сөздері найзағай отындай жарқылдап, жанымды осқылады. Орысша мүдірмей сөйлейтін шешендігі және сүйсіндірді. Жалғыз мен ғана емес, жиналған жұрт тегіс демдерін ішіне тартып, бір кісідей боп тынып қалды. Жауынгерлік ар-намысыммен осында жауынгер жолдастарымның қаны төгілген дивизияда қалуымды талап етеді. Өлген жолдастарымның әруағы қашан қатардан шыққанымша осы дивизия туының астында болуымды талап етеді. Егер мен бұл жерден кетіп қалсам, онда мені өлген солдаттарымның рухы қарғайтын болады. Жоғарыда отырғандар да адамдық сөздерге олар да құлақ асады. Біздің пікірімізді оларға жеткізулеріңіз керек. Айтылды, жолдас Момышұлы, деді Егоров жайлап қана. Бірақ жолдас әскери советтің мүшесі ол болмайды деп кесіп айтты бізге. Ол кезде біз Батыс майданына қарайтынбыз. Майдандық әскери советтің мүшесі Булганин болатын. Онда сіз өз сөзіңізді айттыңыз, деді Момышұлы іркілместен. Енді Булганин жолдасқа біздің сөзімізді жеткізіңіз. Бізді қозғамасын. Егер ол өзі шеше алмаса, жоғарыға баяндасын. Шынтуайтқа келгенде гвардиялық дивизияның офицерлері шыны көздері жылтырап магазин сөресінде тұрған ойыншық емес қой, жолдас комиссар. Ол соңғы сөздерді бетіне түгік теуіп, қатуланып айтты. Бәләй, мұнысы бекер болдау, мұнысына тез комиссардан кешірім сұрасашы деп ойладым ішімнен. Ойладым да қайтадан Бауыржанның бетіне қарадым. Ал ол айтқан сөзіне айылын да жиятын емес. Комиссарға иегін көтере ежірейе қарап тұрды да, мен солдатпын, деді қайтадан. Солдатша соғыса білуге де міндеттімін. Солдаттың жүрегіндегі сөзді айтуға да тиістімін. Менің сөзім осы, жолдас комиссар. Мен комиссар бұл сөзге шамданатын шығар деп сасқалақтадым. Комиссар мына қазақтың сөзіне ашуланып, бәрімізді Алматыға қуып жібермесе не қылсын деп қорықтым. Өйткені бұл кезде іштей Бауыржан жағына шығып, оның ұсынысын жан тәнімен үнсіз қостап отырған болатынмын. Бірақ комиссар өйтпеді. Сабырмен 2 рет басын изеді де, мен сізді ұқтым, жолдас Момышұлы. Ұқтым деп ойлана үн қатты. Тағы кімде пікір бар? Бауыржан орнына отырды. Мен деп осы кезде тынысымды бірақ алдым. Осы күннен бастап менің Бауыржанға ықыласым ауды. Оған деген ең алғашқы сүйіспеншілік оты менің жүрегімде сол сәтте тұтанып еді. Менің Баукеңе деген махаббатым күні бүгінге дейін сол қалпында маздауда. Менің де пікірім осы, деді полк комиссары Мұхамедяров орнынан тұрып. Тек қана осы. Одан кейін төбесі түндікке тіреліп, Балтабек Жетпісбаев түрегелді. Бәріміздің де айтар сөзіміз осы, деді ол. Біз өз дивизиямызда қалуға тиіспіз. Басқа дивизияны өзге азаматтар тәрбиелеп әкелсін, деді Исламқұлов шиыршығата сөйлеп. Бізді бермеңіздер, қозғамаңыздар, жұрт. Бізді осында қалдырыңыздар, қумаңыздар деп шулап кетті. Басқа пікір жоқ па? Деді Егоров жігіттерге жымия қарап. Жоқ, дедік бәріміз бір ауыздан үн қатып. Тек Бауыржан ғана қыбыр етпестен үнсіз қалды. Ол өзінің кешегі тас мүсін бейнесіне қайтадан кірді. Егоров Иван Васильевич Панфиловпен үзеңгілес болған аса байсалды кісі еді. Жоғарының бұйрығын бізге айтуын айтса да, жігіттерімнен айырылып қаламын ба деп, іштей сасқалақтап отырса керек.